біздер табиғатта өсіп жатқан дәрілік емдік өсімдіктермен танысамыз. Олар балалар көптеген табиғатта көптеген болып өседі екен. Біздің балабақша ауласында оларды біз кездестіреміз. Мысалы, бұл түймедағы бір жылдық өсімдік. Оның жапырақтары ұзын, қиғаштап келеді, гүлдері ортасы сары болып, гүлдері күлтелері ақ болады. Бұл бала өте суық тигенде, ауыз шайқауға, тамақтар ісіп сол кезде пайдаланады екен. Ал естеріңізде сақтады ма? Түймедақ. Айтайықшы, түймедақ. Ромашка. Ал бұл өгей шөп деп аталады. Бұл да бала сары бастары. Оның пайдасы ішек жолдарына, өт жолына өте пайдалы екен. Бұны қазір біз тағы да әділет танысып өтеміз. Енді бұл жерде бізде ит мұрын бар. Не ұқсайды бала? Қараңдаршы. Не ұқсайды? Иттің мұрнына ұқсайды, иә? Қараңдаршы. Иттің мұрнына ұқсайды. Бұл да таулы жерлерде және орманда өседі екен. Біздің орманымызда бар. Күз мезгілінде бұны піскеннен кейін жинап, кептіріп, одан шай жасайды екен. Шай өте пайдалы. Жүрек қан тамырларына, іш ауырғанда ішуге өте пайдалы екен. Дәрі өнімдері өте көп. Ал мынау өзіңіздің бақшаңыздағы ас көк дейді. Петрушка деп атайды. Айтыңызшы, петрушка, ас көк, петрушка. Оны біз асқа саламыз және бет әрігенде де оны қолданады екен. Олар май жасайды, түрлі кремдер жасайды екен. Ал мына жерде қараңғы дәрілер. Ол дайындалған өнімдер. Оны жинайды, содан кейін оны кептіреді, өнімде осындай шағын пакеттерге салып дәріханаға қояды. Ал танысайық, мына жерде жаңа айтқандай, міне түймедағы жалбыз мияты дейді. Бұл шөп те өте пайдалы. Бұдан шай жасайды. Шайды іш ауырғанда, асқазан ауырғанда бұны адамдар қолданады екен. Өте пайдалы дәрілік шөптер. Ал мынау тікен болған гүлі расторопшы деп айтады. Ала тікен. Бұны бауыр ауырғанда пайдаланады екен. Ал оның қазір пайдасын бізге өзіміздің бөлек жайымыздың медбикесі білім аман жолын түсіндіріп өтеді. Қазір біздер тұнба жасаймыз. Ал фитотерапия деген дәрілік емдік шөптермен емделу деген аталады. Айтайықшы, фитотерапия. Шөптермен емделу деген сөз. Енді білім аман жолы сізге сөз берейік. Балалар келіп, мына жерде сіздерге тұнба жасауды көрсетемін. Бірінші түймада дәрілік өнімін аламыз. Шай қасықпен 2 қасық саламыз. Екі қасық салдық. Одан кейін суымызды ыстытып, қайнатып тұрған суды 1 литр құямыз. Қайнаған су. Қайнаған суымыз 1 литр болды. Болғаннан кейін қақпағын жауып бұқтырып қоямыз оны. Яғни 1 сағат 30 минут бойы бұқтырамыз. Бұқтырғаннан кейін оны емдік мақсатта пайдаланып жасалады. Аузымыз шиямыз, ол кішкене суы керек. Сіздерге көрсетейін. Бұны деген түсін бар. Түсі өзгерді, қараңыздар. Түсі қандай болды? Ақ судан сары болды. Ал сіздерге мен кесеге құйып көрсетемін. Сары көптеп қой. Түсі өзгерді, бәріңізге құйып көрсетейін бе? Түсі қандай? Сары. Енді аузымыз, тісіміз не істегенде қанағанда, иек шаямыз, тамағымыз ауырғанда аузымызды шайып, үстімізге жар шыққанда, жуынамыз. Қолданамыз, иісі де керемет шөп. Иісі шықты ма? Иісі қандай күшті. Шөп иісі шықты. Ол қандай шөп дедік? Түймедақ, иісін қараймыз. Ал жаңа біздер медбикемен фитошай жасадық, ол біздің денсаулығымызға пайдалы екен. Жаңа түсіндіріп өтті. Енді гербариймен танысайық. Қараңдар. Көптеген өсімдіктерден гербарий жасалады. Алдымен өсімдікті жинайды, одан кейін оны кептіреді, сосын қатты кітаптың арасына, қағаздың арасына салып, оны бастырады. Бүгін біздер гербарий жасап үйренеміз. Қараңдар, өсімдікті дайындалып келдік. Бұл бізде өгей шөп. Алдымен шөбімізді жанына қояйық. Жанымызға алып қояйық, міне алып қояйық. Алып қойғай жан, шөбімді. Енді желімді ашайық. Желімізді ашық тұр. Алдымен жағамыз желімді. Қағаздың үстіне жағайық. Басып жағымыз. Жаңа бөлімізді қоямыз. Енді әдемі етіп салфеткамен үстінен бастырайық. Үстін бастырды. Міне біздің гербарийіміз дайын балалар. Үстінен бастырайық. Жарайсыңдар, міне. Дайын ба? Ал енді қолымызға жайлап ұстап, жайды алып, жылағайық. Екі жақ сағатпен көрсетейік. Жарайсыңдар балалар.